Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, көңіл-күйлерін көтеруде қолданылатын әдістердің бірі гүлмен тілек әдісі. Сабақты бастамас бұрын осындай әдістерді қолданатын болсаңыз, сабағыңыз қызықты өтеді, әрі оқушылардың белсенді қатысуына септігін тигізеді. Гүлмен тілек әдісі. Бұл әдісті қалай қолданамыз? Алдын ала өзіңіз қағаздан гүлдер жасап келесіз, немесе дайын гүлдерді аласыз. Оқушыларға таратып бересіз. Оқушылар гүлдерін бір-біріне тілек айта отырып береді. Бұл әдіс оқушыларды бір-біріне жақындастырады, көңіл-күйлерін көтереді, әрі бауырмалдықтарын арттырады. Бұл әдісті топқа бөлуде де қолдансаңыз болады. Түстеріне қарай немесе гүлдердің астына сөздер жазып қойып, сол сөздерге қарай топтастыруға қолдануға өте жақсы тәсіл. Алдағы уақытта сабақта қолданылатын тиімді тәсілдер туралы тағы да көптеген видеолар болады. Қарап тыңдап отырыңыздар.